Саламатсыздар ма? Сіздермен Гүлдана Абдикеқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зертханалық жұмыс нөмірі 1. HTML тілінің көмегімен веб парағын құру, мәтінді форматтау. Сабақтың мақсаты HTML тілінде құжаттарды құру және редакциялауды үйрену, HTML құжаттың құрылымы мен HTML элементтерін қолдану. Бүгінгі зертханалық жұмысымызды Sublime Text ортасында жасайтын боламыз. Және де мына берілген шағын мысалды HTML гипермәтінді тілін қолдану арқылы шағын сайт құрып үйренетін боламыз. Ол үшін Sublime Text ортасын ашамыз. Бұл жердегі Emmet плагині іске асу үшін бірінші құжатымызды сақтап аламыз. Мен құжатымды өзімнің жұмыс стилінде сақтаймын және де атауын index.html деп беремін. Міндетті түрде сіздің бірінші бастапқы HTML құжатыңызды индекс деп сақтауыңыз қажет. Яғни индекс дегеніміз бұл атауы HTML расширениясы. Сақтаймыз. Көретін болсақ, біздің бұл жерде міндетті түрде браузер түрінде көрсетілу керек. Себебі кейбір жағдайларда бұны TXT форматта сақтап қалу мүмкін кейбір ноутбуктарда. Ал егер де браузердің суреті көрініп тұрса, онда біздің HTML құжатымыз дұрыс сақталды деген сөз. Браузерде ашып көрсек, бұл бізде жұмыс істеп тұр, бірақ ішінде ешқандай мәліметтер жоқ. Мәліметтерді енгізетін болсақ, HTML құрылысын құрамыз. Ол үшін HTML, міне көріп тұрсыздар, маған Emmet плагині HTML құрылысының құрылуына көмектесіп тез құрып берді. Осы жерде title дегеніміз біздің сайтымыздың атауын жазу. Сайтымыз Politish деп аталады. Және де Ctrl+S командасы арқылы сақтаймын. Браузерді жаңартсам, маған сайтымның атауы өзгертілді. Енді бұл жердегі head дегеніміз HTML гипермәтін тілінің басы деп аталады. Бұл жерде сайттың атауы, метатегтер жазылады. Ары қарай body дегеніміз денесі. Денесіне барлық жаңағы элементтер, суреттер, мәтіндердің барлығын осы body деген тегтің ортасына жазатын боламыз. Бізге қажетті шаблонды көретін болсақ, бұл шаблонда Politish сөзін 6 түрлі өлшеммен жазған. Енді бұны жазсақ, біз H1 тегін қолданамыз. H1 тегінен H6 тегіне дейінгі тегтерді қолданатын боламыз. Бұл жердегі Politish сөзімен 6 рет жазатын болғандықтан көшіріп аламын алдын ала. Және уақыт үнемдеу үшін жазып отырамын. H2, H3. Міне көріп тұрсыздар, мен H3 деп жазғанда бірден маған көмекші құрал ретінде жаңағыдай шығарып тұр. Және тек деп тұр, H3 тек. Осы жерден мен Enter пернесін бассам, H3 ашылу тегі мен H3-ның жабылу тегін маған бірден құрастырып берді. Енді осының сөздерін, тектердің арасына Politish сөзін жазамын. Келесі H4. Politish. H5. H6. Ctrl+S. Браузерді ашып жаңартатын болсақ, бізге Politish сөзін 6 түрлі әдіспен шығарды. Біріншісі H1 Politish сөзі үлкен өлшеммен, H2, H3, H4, H5, H6. Яғни H6 бұл жерде ең кіші өлшеммен шығарылған. Яғни H6 дегеніміз кіші өлшеммен сөздерді шығарып береді. Бұны орысша айтатын болсақ, заголовок делінеді. Келесі біздің шаблонды көретін болсақ, бұл жерде біліктілікті таңдау, бұл бітірушілерден кейінгі жас талапкерлер үшін маңызды қадам деген мәтінді экранның браузеріміздің центріне және көк түсте шығаруымыз қажет. Ол үшін мен div атты блоктық элементті қолданамын. Бұл div блоктық элементті қолдану CSS тілін қолданғанда өте ыңғайлы. Сол себепті блоктық элементтерді және блоктық элементтердің ішіне сызықтық элементтерді жазатын білесіздер. Бұл блоктық элементтер және сызықтық элементтер жайлы
алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Қайталап лекцияларды көрсеңіздер болады. Мәтін енгізетін болсам, P тегін қолданамын. Және біліктілікті таңдау деген мәтінді мен алдын ала көшіріп қойдым. Уақытты үнемдеу үшін. Ал сіздер мына видеоны паузаға қою арқылы менен көшірсеңіздер болады. Ctrl-S сақтаймын. Браузерді жаңартсам, менің мәтінім экранға біздің браузерімізге шығарылды. Енді бұны центрге орналастыру үшін мен P тегінің қасына align атты атрибутты қолданамын. Және оның типі center деген сөз. Сақтаймын және жаңартамын. Көріп тұрсыздар, әрбір мына HTML құжатына сіздер қандай да бір өзгеріс енгізетін болсаңыздар, міндетті түрде Ctrl-S арқылы немесе мына жерден save деген басу арқылы командасын сақтайсыздар және міндетті түрде оны біздің браузерде жаңартып отырасыздар. Сол арқылы сіздің HTML құжатына енгізген өзгертулер бірден браузерде көрініп отырады. Енді бұған түс беру үшін font color деген қолданамын. Font color тең тырнақшаның ішіне қарапайым ағылшын тіліндегі сөздерді қолдансам болады. Мысалы red, Ctrl-S. Мына жерде жауып керекпіз тырнақшамызбен. Сақтаймын, жаңартамын. Біздің түсіміз өзгерді. Және міндетті түрде біздің тегіміз жабылу қажет. Себебі ары қарай біздің font color тегімізді жаппай келесі мәтіндерді енгізе беретін болсақ, онда барлық мәтініміз қызыл түсте шығатын болады. Ал бізге тек қана осы біліктілікті таңдау деген сөз ғана бізде көк түсті болу керек. Біз қызылды бердік. Енді көк түсті беретін болсақ, немесе басқа да біз білмейтін түстерді енгізетін болсақ, Color Mania қосымшасын қолданамыз. Бұл бізге түстерді енгізгенге өте ыңғайлы болып келеді. Мысалы, көк түске қажет болатын болса, пипетканы алып қолдансаңыздар да болады, немесе мына жердегі өзінің түстерінде қолдануға болады. Пипетканы алып қолданатын болсам, міне түске және copy деген батырманы басамын. Өзіме қажетті орынға Ctrl-V арқылы қоямын, Ctrl-S арқылы сақтаймын. Браузерді жаңартамын. Мінекей, біздің сөзіміз өзгерілді. Бірақ бізге берілген шаблон бойынша жасайық. Сол үшін көк түсті таңдаймын. Copy. Және мына жерге енгіземін. Ctrl-S. Біздің сөзіміз сақталып, экранға шығарылды. Ары қарай сурет енгізетін болсақ, image атты тегті қолданамыз. Image дегеніміз сурет орналастыру және CSS атрибутымен бірге қатар жүреді. Бұл дегеніміз біздің суретімізге қай жерде орналасқан сол жолды көрсету. Бірақ мен мына жерде өзімнің индекс құжатының қасына суретті міндетті түрде осының қасына сақтау керек. Басқа жерге сақтайтын болсаң, сонда жолдарын көрсетесіз, қай папкада орналасқан, ал егер де қасында орналасқан болса, мына индекс құжатының мәтіндерді, суреттердің барлық осының индекс құжатының қасында болса, тек атауын беретін боламыз. Бұл жерде атауын және де қандай расширение тұрғанын біз свойства арқылы білеміз. Мысалы, 123 деген атауы және де TIFF файлы JPEG форматында сақтаулы. Ол жерде JPEG немесе PNG форматтары осы арқылы білінеді. 123.jpg. Сақтаймын. Экранды жаңартамын. Мінекей, менің суреттім браузерде көрсетілді. Енді мына мысалды қарастырсақ, бұл жерде өлшемі мен көлемі биіктігі өзгертілген. Ол үшін мен width және height деген атрибуттарды қолданамын. Width дегеніміз бұл ұзындығы, оны 300 деп берейік, және height дегеніміз биіктігі. Оны 150 деп берейік. Ctrl-S. Жаңартамыз, сонда мінекей біздің суретіміздің ұзындығы мен биіктігі өзгертілді. Ол үшін width және height деген атрибуттарды қолданамыз. Ары қарай сызық берілген, бұл сызықты HR деген
тег арқылы жазатын боламыз. Бұл жұпсыз тег өзі ғана жазылады. Қарайтын болсақ, біздің сызығымыз шығарылды экранға. Келесіде бізде мына мәтіндерді енгізу қажет. Мысалы, сізге сайт құру қажет, бірақ осы сайтта сізге мәтін берілмеген. Мысалдық мәтінді қолдансақ болады. Ол үшін Emmet плагин қолданамыз. Lorem деп жазып, тап белгісін қолдансақ, бізге экранға қажетті мысалдық мәтінді енгізіп береді. Яғни Lorem ipsum деген мәтін енгізіп шығарып береді. Қайталап айтамын, Lorem және тап деген Lorem сөзімен тапты басатын болсақ, бізге осы мәтінді экранға шығарып береді. Мысалы, тағы да көрсетейін. Lorem деп өзіміз толығымен жазамыз. Lorem және тап пернесін бассақ, бізде мына мәтінді жазып береді. Ctrl+S. Бұл браузерде шығарылды. Ары қарай. Шындығында сауатты маман болу үшін жоғары оқу орнын бітірудің қажеті жоқ деген мәтінді енгізуіміз қажет. Және бұл мәтін қаныққан қара түсте шығу керек. Яғни жирный десек болады. Ол үшін B тегін қолданамыз. Және сөздерді мен алдын ала дайындап қойдым. Сіздер паузаға қою арқылы көшіріп алсаңыздар болады. Менен қайталап. Және міндетті түрде мен жазған тегтерді, мен бұл жерде өзгерткен іс-әрекеттен барлығын өздеріңіз тәжірибе жүзінде қайталап отырыңыздар. Сол кезде түсінікті болады барлығы. Мінеке шықты. Келесі сөзіміз курсивпен берілген. Курсивпен жазу үшін I тегін қолданамыз. I немесе M тегтері қолданылады. Маған image емес, I тегі қажет. Және жабу. Курсив белгісімен көрсетеді. M деген текте курсив ретінде жазылады, бірақ қазіргі таңда көбінесе I тегі қолданылады. Ctrl+S. Қараңыздар енді. Мына сөздер, жаңағыдай қара жирныймен шыққанмен, курсивпен шыққан мәтіндер бір-бірінің қатар жалғасып кетті. Бұлар жаңа жолдан басталу үшін BR тегін қолданамыз. Мына жерге де BR тегін жазайын. Бұл жерге де BR тегін жазуымыз қажет. BR тегі жаңа жолдан бастау тегі болып табылады. Мәтінімізді жаңа жолдан шығарып береді. Мінеке көріп тұрсыздар. Ары қарай. Соңғы біздің өзгертуіміз қалды. Ол мәтін бойынша мына жүгіртпелі жолдық мәтінді қалай жазамыз. Ол үшін marquee тегін қолданамыз. Marquee, ашылу және жабылу тегтері. Және біздің текстіміз. Бұл тексттерді міндетті түрде осы жерден қайталамай-ақ сіз жаңағы Lorem ipsum деген текстті де қолдансаңыздар болады, егер Emmetті орнатып алсаңыздар. Сол арқылы сайтты құруға да болады. Бұл мысалдық шаблон болғандықтан. Мінеке біздің жүгіртпелі жолдық мәтініміз іске асты. Енді тағы да мына шаблонға қарайтын болсақ, бұл барлық HTML құжатына бір түс берілген. Яғни background, BG color деп аталады. Оны біз барлық құжатқа беру үшін барлық денесіне, body тегіне BG color деп жазамыз. Немесе background деп берсек те болады. Мына түсінің қандай екенін білмегендіктен пипетканы апарып қоямыз. Сонда бізге түсті шығарып берді. Көшіріп аламын да өзіме қажетті орынға қоямын. Ctrl+S. Жаңартамын. Мінекей, біз бүгінгі сабақта шағын HTML гипермәтін тілін қолданып, тексттерді қалай енгіземіз, сөздерді қалай енгіземіз, суреттерді, сызықты, жүгіртпелі жолды енгізу арқылы шағын сайт құрдық десек болады. Сабақты қорытындай келе,
Үй тапсырмасы бақылау сұрақтарына жауап береміз. Бірінші сұрақ: құжат құрылысы неден тұрады? Екінші сұрақ: тайтл тегінің қызметі қандай? Үшінші сұрақ: боди тегі не үшін қажет? Төртінші сұрақ: құжат негізіне не жатады? Бесіншісі: парақтағы абзац қалай басталады? Алтыншысы: беттегі көлденең сызық қалай жасалады? Жетінші сұрақ: мәтінді келесі жолдан бастау қандай тек арқылы жүзеге асатынын Moodle платформасына жауап береміз. Және мына берілген тапсырма сіздерге шаблон берілген. Осы шаблонды да HTML гипермәтін тілін қолдану арқылы құрып, Moodle платформасына саласыздар. Бүгінгі біздің зертханалық жұмысымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.